жалғастырамыз. Аса қадірменді спорт сүйер қауым. Шырайлы шым қаладағы Irfin Promotions компаниясының ұйымдастыруымен өтіп жатқан кәсіби бокстан кеші жалғасуда. Енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі кешіміздің 5-ші жұптағы боксшыларды шақырамыз. Бұл екінші орта салмақ, яғни 76 келі 203 грамм. Сонымен рингтің көкбұрышына Ресей Федерациясының боксшысын шақырамыз. Никита Горшков. Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну, и с каждым шагом набираю высоту. Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну, с каждым шагом набираю высоту. Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог. Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, рингке оның қарсыласын шақырамыз. Рингтің көкбұрышына қазақ елінің батыры, Алматының барысын шақырамыз. Қошеметпен қарсы алыңыздар, Армат Арманұлы. Shit, boss man, I got this, yeah. Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздердің назарларыңызға боксшыларды таныстырып өтейін. И первым я представляю боксера в синем углу ринга. Он мастер спорта России, он чемпион Южного федерального округа, он победитель международного турнира памяти Короткова, он победитель всероссийских турниров класса А. Его профессиональный рекорд 5 побед и 1 поражение. Вот перед вами боксер из Астрахани Никита Горшков. Ал енді сіздердің назарларыңызға қызыл бұрыштағы боксшыны таныстырып өтемін. Ол Қазақстан Республикасы бокстан жастар арасындағы өткен чемпионатының жеңімпазы, Азия чемпионатының жүлдегері, Қазақстан Республикасы бокстан ерлер арасындағы өткен чемпионатының жүлдегері. Оның бойы 183 сантиметр. Оның бұл профи дебют, яғни кәсіби рингтегі тұсау кесері. Қошеметпен қарсыларыңыздар, Алматының барысы Армат Арманұлы, Қазақстан. Рефери Бақтияр Жақыбов, бірінші төреші Әбен Самат, екінші төреші Руслан Бибуев, үшінші төреші Мақсат Асанов. Okay, boxers, listen to my command. No punch back, no low blow. Head up. Ну что, друзья, вот у нас еще один поединок из турнира в Шымкенте по профессиональному боксу. Никита Горшков, приехавший из России, 6 побед и 1 поражение за плечами у этого парня. И его соперник, дебютант из Казахстана Армат Арманұлы, представляющий город Алматы. Выступает он в любительском боксе именно за самый крупный казахстанский мегаполис под руководством Багдата Онгарбекова, тренера, который работает с молодежной сборной Казахстана, является помощником Кайрата Саджанова. Вот под его руководством Армат Арманұлы выиграл
чемпионат Казахстана среди молодежи, становился призером чемпионата Азии в этой же возрастной категории. Но видим, что сегодня его приехал поддержать и Дулат Бигбау, финалист чемпионата мира по боксу 2023 года. Но это такая очень хорошая поддержка для этого молодого парня. В супер средней весовой категории он выступает, 76 килограммов. На самом деле это очень прекрасный вес. Если мы говорим в разрезе мирового профессионального бокса, это очень много ребят, которые бьются в этом весе. Там от Канело и Бивол когда-то в этом весе выступал. И много-много-много других боксеров, которые задают тон всему мировому профессиональному боксу. Но соперник у него достаточно непростой, представитель Астрахани. Как нам уже объявил ринг-анонсер Ержан Мухаш, он победитель чемпионата Южного федерального округа, чемпионата России, с хорошей любительской карьерой. И сегодня свой уже 8-й поединок в профессионалах Никита Горшков проводит. За плечами у него одно поражение при 6 победах. Но за плечами его соперника Армата Арманула очень хорошая карьера в любительском боксе. Очень часто начали клинчевать уже в концовке первого раунда Армат и Никита. Меньше 1 минуты остается у нас до завершения первого раунда. Но пока достаточно ровный поединок, наверное, без какого-либо перекоса в ту или иную сторону. Боковые судьи у нас Самат Абиль, Руслан Бибуев и Максат Асанов. Вот именно этой тройке по завершении боя предстоит оценивать и выводить вердикт по победителю противостояния. Я екі жігітте салған жерден іске кірісті. Армат Арманұлының жекпе-жегін Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Мырзағали Айтжановтың да жаңа асыға күтіп отырғанын өздеріңіз естіңіздер. Және Армат тік тұрып айқасқа шебер екенін көрсетті. Ұлттық құраманың мүшелері Нұрғанат Райыс пен Қуан Қуатовпен жұдырықтасып жүрген жігіт. Сондықтан бұл жігіттің жалпы болашағы зор деуімізге болады. Ал Горшков айтып өткеніміздей бұған дейін 6 кездесу өткізіп үлгерген. Және ең алғашқы жекпе-жегінде ғана Никита Кузьминнен 2022 жылы жеңілген екен. Одан кейінгі кездесулердің барлығында жеңген. Ең соңында міне 23 жылдың 4 тамызында біздің отандасымыз Алтынбек Ибрагимовтен басым түскен екен. 4 раундқа созылған жекпе-жекте Горшков төрешілер шешімімен басым түскен. Бұл Мәскеудегі Лужники стадиондағы халықаралық бокс орталығында өткен жекпе-жек кеші болатын. Ал қазір міне Армат Арманұлы оның қарсыласы. Армат аралықты жақсы сезініп отыр. Қараңыздар, сол қолмен нұқып әдемі соққы жасады. Бірақ қараңыздар, ұрған сәтте соққы Арматтың беті ашық қалып жатыр. Осыны қарсыласы сәтті пайдалануға тырысады. Міне 1 минут тұрып қалса өзіне соққының жауатынын жақсы біледі Горшков. Сондықтан қазір үзіліссіз соққы жұмсап жатыр деуімізге болады. Армат жақсы қарсы алды. Қарсыласының қандай ыңғайы барын тани бастаған сияқты. Жаңа төреші бір рет бүйректен төмен тұрмау қажеттігін тапсырған болатын Арматқа. Сондықтан біздің боксшы мүмкіндігінше сондай ережеге сыймайтын соққылардан мейлінше абай болуға тиіс. Өте тамаша, сол қолмен өте жақсы соққымсады, бірақ ары қарай қолын ұстап қалғаны қалай Арматтың қазір. Міне осылай сол қолмен өте жақсы, бірақ соққыдан кейін, екі сериялы соққыдан кейін Армат бір орында қатып қалып жатыр қайта-қайта. Осыны Горшков та сәтті пайдаланып жатыр. Қараңыздар, міне жай ғана жепті сілтей салады, сонысы дәл тиіп жатыр.
Екеуі де қазір бір-бірінің алқымынан өте ауыр соққы жұмсады. Шынтағы тиіп кетіп жатқан жоқ па Горшковтың, қараңыздаршы. Көп соққы жеп жатыр Армат қазір. Мүмкіндігінше абай болуға тиіс. Өзі шабуылды ұмытпау керек. Қорғанысы сәл сыр беріп жатқанын мойындаймыз отандасымыздың. Тамаша. Өте ауыр соққы жұмсады, бірақ ары қарай жалғастырмады. Осы сериал соққыларды мүмкіндік болса тынбай төбелесте жақсы болатын еді. Төбелес дегенде әрине жұдырық ұстатса дегенде айтқымыз келеді. Тамаша. Міне, қарсылас алға бас көзсіз ұмтылған сәтте осындай соққылармен қарсы алу керек. Жақсы. Горшков өте тәжірибелі боксшы. Қараңыздар, соққы жұмсағанда бір шынтағы қоса ұмтылады. Қолын бүгіп жұмсайды екен соққысын Горшков. Осыдан абай болу керек. Жұдырық қана емес, шынтақ та барып шықшыдан тиюі мүмкін. Күтіп қалып жатыр қазақстандық боксшы. Екінші раунд тәмам. Екеуі де ширақ әлде, екеуі де тың. Сондықтан мүмкіндік болса қарсыластың осал тұсын әлі де іздей беруге тиіспіз. Қонақтардың қатарында белгілі бокс мамандары да бар. Белгілі қазіргі боксшылар да бар. Сериал соққылармен Горшков осылай екінші раунд өте сәтті бастаған еді, бірақ бірте-бірте Арматта ыңғайын таба бастады. Міне осы жерде бір емес екі соққыны қатар жұмсады. Айтып өткеніміз ішінде шынтақ тиіп жатыр қазір Горшковтың біздің боксшыға. Міне, жақсы қарсы алған сәті. Бірақ бір орында тұрып қалып жатыр Армат. Сондықтан бұл 20 жастағы боксшының. Бапкердің айтқанын естідіңіздер ғой. Қазір ол құлатамын деп тырысып жатыр. Сен құлатудың керек емес, яғни соққыны көбірек жұмса деген сөз ғой, сонда. Демек белсенділік таныту керек. Міне аяғына ойнай бастады Армат Арманұлы. Тамаша ауыр соққы, бірақ қолын байлап алды. Армат. Қаншама соққысынан жалтарды қазір Армат. Жоқ, бұлай тұра беруге болмайды. Қараңыздаршы. Бетіне соққыны қайта жіберіп жатыр Армат. Қолды байлаған екен. Ары қарай төрешіні күтіп тұра бермей өздері әрекет жасау керек қой. Тамаша. Өте бір ауыр соққы кетті қазір. Арматтың өзіне қазір ауыр соққы кетті. Міне, осында жеп соққылардан абай болу керек қой. Тық-тық еткізіп ақырындырады Горшков, бірақ соның өзі төрештердің назарын аударады. Міне, сериал соққылар кетті Горшковтың тарапынан. Үшінші раунд ауыр соғып жатыр біздің боксшыға. Қалай дегенде де. Міне, дәл солай. Бірақ бір соққы жұмсаса өзі екі соққы жеп қалып жатқан жағдайы бар. Арматтың мүмкіндігінше құры тіресе бермей қазір. Көріңіздер ме, Горшков қандай қу. Бір қолды байлап алды, екінші қолмен жақсы жұмыс істеп жатыр. Тамаша. Неге тоқтап қалады Армат? Қараңыздар. Жақсы соққы бар, бірақ ары қарай бір күтіп қалып жатыр қарсыласын. Арағашық сақтап жұдырықтасу керек қазір. Мейлінше жақындаудың қажеті жоқ. Тұрып қалды Армат, тағы да бұрышқа тұрып қалды. Сәл аялдаса бітті, қарсыласын төпелеген соққысына кезігеді. Сондықтан мейлінше
Сергек болуға тиіс. Шаршап қалды. Екі боксшы да, бірақ бәрібір Горшков ширақтау көрінеді. Сергек сияқты көрінеді. Міне, осындай соққылар керек қой. Қараңыз. Басын қайырып жіберді қазіргі соққымен. Армат Арманұлы, бірақ сәл бәрібір үшінші раундта басымдау Горшков екенін мойындаймыз. Өйткені сериал соққыларды жақсы жасады және қарсыласты күтіп тұрмай өте тез қарсы шабуылдармен жауап беріп жатыр. Сондықтан біздің жігітке бәрібір шешімталдық керек бұл жерде. Қарсыласқа осынша еркіндік беріп қоюға болмайды. Қабақ сәл жырылып кеткен сияқты ма? Жоқ, Горшковта. Горшковтың жағдайы аса нашар емес. Қараңыздар, өте сергек сезініп отыр. Көрейік, ары қарай шешуші раундта қалай болар екен? Ну вот и плавно мы подбираемся к мейн-карду сегодняшнего ивента. 4-й раунд, 5-й поединок в целом. Формат 4-раундовых поединков на этом у нас завершится после текущего поединка. И мы приступим уже к боям в формате 6 раундов по 3 минуты. Армат Арманұлы и Никита Горшков, боксер из России. Напомню, что Армат сегодня дебютирует в профессионалах, а вот для Никиты Горшкова это уже 8-й поединок в профессиональной карьере. Очень такой плотный бой. Я думаю, что для Армата даже, наверное, все-таки полезно было в таком формате отбоксировать, чтобы не дрался он с боксером, там, который уступает ему в профессиональном росте, в профессиональной квалификации. Вот именно человек, который уже вкусил все прелести проведения боев на профессиональном ринге, выступал в достаточно сильной школе российского бокса. Ну, если в этом бою Армат одержит победу, то это будет, конечно же, очень хороший задел для него самого. Есть, конечно же, над чем работать этому боксеру в профессиональном плане. Вот периодически пропускает он удары апперкотом. Снизу у Горшкова неплохо эти самые удары получаются. Хороший такой выстрел левым прямым. Немного так подустал уже, видимо, Армат к концу поединка. Но первые 3 раунда действительно выдались очень энергозатратными для обоих боксеров. Но вот эти шальные исполнения Никиты Горшкова, которые приходят в голову Армата, конечно же, очень опасно. Нужно руки поднять выше в стойку. На фоне усталости каждый пропущенный удар, он может быть очень болезненным и опасным. Пытается уже в клинче так вот сверху надавливать на соперника своего Никита Горшков. Ну все, вот и на этом у нас 4 раунда интереснейшего, на мой взгляд, поединка завершаются. Армат Арманұлы, Никита Горшков. Сейчас судьи передадут записки, по которым они ведут подсчет после каждого раунда.
Рефери в ринге и ринг-анонсер сегодняшнего ивента Ержан Мукаш объявит имя победителя. Вот нам показывают сейчас команду казахстанского боксера. Видим мы и Багдата Онгарбекова, Медео Джумашева, тренеров, работающих в Алматы, ну и Дулат Бекбауов, который сегодня приехал поболеть, поддержать Армата. Это член национальной сборной Казахстана, финалист чемпионата мира. Вот как раз таки Дулата нам показывают крупным планом. Медео Джумашев помогает боксерский халат сейчас надеть. Очень хороший, сильный тренерский тандем у молодого казахстанского боксера. Я думаю, что если он будет с этими тренерами работать, в целом сделает правильный выбор в своей профессиональной карьере. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, төрешілердің шешімі. Уважаемые дамы и господа, поединок прошел всю дистанцию в 4 раунда, и позвольте вам огласить решение судей. Судья первый Абен Самат, 38-38. Судья второй Руслан Бибуев, 37-39. И судья третий Асанов Максат, 37-40. Таким образом, раздельным решением судей победу в этом поединке одержал боец в синем углу ринга Никита Горшков. Да, Никита Горшков одерживает победу раздельным решением. Один из судей выставил ничейный результат, и двое других посчитали, что Никита Горшков был лучше. Ну, я думаю, что, в принципе, с моим коллегой и старшим братом Есеем Джемусулы мы можем согласиться с таким решением. Я, біздің отандасымыз жеңілді, ал қазір сұхбатқа кезек берейік.